Қайырлы күн, менің алтын көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жаңа жылдық дастарханға арнап керемет дәмді салат дайындайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар: қызыл фасоль, грибы, яғни саңырауқұлақ, майонез, тауықтың төс еті, айсберг капустасы, черри қызанағы, дәмдеуіштер бұл жерде құрғақ чеснок, паприка, қара бұрыш, тауыққа арналған дәмдеуіш, тұз және сұйық май қажет. Алдымен тауықтың төс етін алып, жақсылап тазалап жуып аламыз. Үстінен сұйық майды құямыз. Оның үстінен дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Барлығын осылай қолымызбен жағып, араластырып аламыз. Дайын болған тауық етін үстінен пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа 40 минутқа салып қоятын боламыз. Табамызды отқа қойып, сұйық майымызды құямыз. Жаңағы дайындап қойған, мариновать етіп қойған тауықтың төс етін осы майға салып, орташа отта жақсылап қуырып алатын боламыз. Майды көп құюдың қажеті жоқ. Осылай тауық етін салып, орташа отта піскенше екі жағын қызартып, қуырып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, тауық етін екі жағын толық піскенше осылай қызартып, қуырып алатын боламыз. Толық пісіп дайын болды. Енді грибыды осылай, яғни саңырауқұлақтарды осылай барлығын жіңішкелеп турап шығамыз. Барлығын турап болған соң ыдысымызға салатын боламыз. Оның үстінен қызыл фасолімізді саламыз. Енді черри помидорларын, яғни черри қызанақтарын осылай екіге бөліп, немесе үлкен болса, ірі болса, төртке бөліп салсаңыздар да болады. Мен төртке бөліп жатырмын. Осылай ірі дегендерін төртке бөліп салатымыздың үстінен черри қызанақтарын салатын боламыз. Біздің тауық төс еті суыды. Енді тауықтың төс етін осылай жіңішкелеп, соломкалап турап шығатын боламыз. Соломка тәрізді етіп турап аласыздар. Барлығын турап болған соң салатымызға қосамыз. Айсберг капустамызды алдын ала жуып, кептіріп дайындап қойдық. Енді соны қолымызбен осылай жегенге ыңғайлы етіп, бөліктерге бөліп қосамыз. Барлығын осылай қолымызбен үзіп-үзіп салатын боламыз. Орташа бөлікте бөліп салсаңыздар болады. Өзіңізге жегенге ыңғайлы болса жеткілікті. Барлығын осылай қостық. Енді үстінен майонезімізді қосып, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Ешқандай тұз, ештеңе қоспаймыз. Барлығын осылай араластырып аламыз. Қыздар, осымен біздің салатымыз дайын болды. Әдемі ыдыстарыңызға салып, дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Қыздар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген ыстық тағамдар, салаттар, десерттердің рецепттерімен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.